Осыдан 21 жыл бұрын, 2002 жыл, Павлодарда. Ол кезде интернет те жоқ, цифрландыру да жоқ, камера да жоқ, көп нәрсе жоқ. Бірақ біз не істедік? Өйткені ол кезде де орман өрті жиі болатын. Сонда осы мәселені біз прокуратура жанындағы Горсоветте талқыладық. Анықтағанымыз, өрттің көбісі әдейі қолдан жасалады екен. Кейін ағаш өртенген, жарамсыз деген сылтаумен оны сату кәсіпке айналыпты. Ал шын мәнінде өртенгені ағаштың тек қабығы. Біз сонда полиция, КНБ, кеден, прокуратура, әкімдік,